Сәлем достар, бүгін сіздерге 2025 жылы қалай тегін интернет алуға болатын бірнеше тәсілмен көрсететін боламын. Сіздер видеоны соңына дейін қарап, осы видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп отырыңыздар. Және де видеоны достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Ал мен бастаймын. Осы бірнеше тәсілді көрсету үшін сіздерге интернет желілерінен осылай қарап шыққан болатынмын. Осы видеоны түсіру үшін. Ал енді бәрін осы видеода сіздерге көрсететін боламын. Сіздер осы видеоны соңынан қарап кетіңіздер. Және де өздеріңіздің ойларыңызды комментарияға жазып кетіңіздер. Және де келесі видеода қандай видео түсірейін, оны да жазып кетіңіздер. Енді сіздерге осы екі приложениені скачать етіп алу керек. HTunnel Plus және де CoffNet. Осы екі приложениенің ссылкасын описанияға қалдырып кететін боламын. Описанияға өтіп, ссылканы басып, осы екі приложениені скачать етіп аласыздар. Ал енді бастаймыз. Ең алдымен сіздер бұл екі приложениені таныстырып кетейін. Бұл HTunnel Plus деген VPN. Бұл қауіпсіз әрі жылдам VPN-нің бірі. Ал CoffNet ол осы VPN-нің қауіпсіз әрі жылдам жұмыс істеуін қамтамасыз ететін приложение, бір сөзбен айтқанда. Ал енді CoffNet-ке кіретін боламыз. CoffNet-ке кірген кезде сіздерде ең алдымен осылай шығатын болады. Pawlot Generation дегенді басасыздар. Pawlot Generation дегенді басқаннан кейін сіздерде осы екі вариант шығады. Бізге екі астындағы SSL Tails Pawlot дегенді басасыздар. Бұны неге екінші екенін қазір алдағы уақытта көрсететін боламын. Копировать дегенді басамыз. Шығамыз. Енді VPN-ге кіретін боламыз. HTunnel Plus деген кіреміз. Қазір жерде рекламаны ашып кетейік. Мінекей. Мына жерде сіздерде бәрі ауто, рандом сервер деп тұрады. Сіздер ең алдымен, мінекей, бұларға тиіспейсіз. Осы жерден Custom Setup дегенді галочканы қосасыздар. Мінекей, өзгерді көрдіңіздер ме? P80 бізде локация Ани. Және де енді бұл жерден астында тұрған мынаны басамыз. Сіздерде Direct Connection деп тұрады. Сіздер Custom SNI дегенді басасыздар. SSL Tails Mod. Мінекей, дәл осы бізге керек. Жаңағы біз копировать еткен кодымыз осы жерге орнатамыз. Мінекей, осы жерге орнатамыз. Бізге керек дәл осы. Сіздерде дәл осы тұрады. Ешқандай ештеңені баспайсыздар. Және де мінекей, осы жерде астында тұрған үшеуінің Presave SNI дегенді галочканы басасыздар. Және де Start дегенді басасыздар. Так, Start. Пора лететь из гнезда на дачу. Реклама шығады. Рекламаны шығып кетейік. Мінекей, бізде уже осындай кілт шықты VPN. Қазір біз тексеріп көретін боламыз. Бұл видеоны түсірмей тұрып та тексеріп көрген болатым мен. Ал YouTube-ға кіріп көреміз. Мінекей, менің арнам, тіркеліп кеттіңіздер. Және де видеоларымды көріп кетсеңіздер де болады. Ұнаса лайк басып, және де ойларыңызды, пікірлеріңізді комментарияға жазып кетіңіздер. Так, главныйға барамыз. Так, дәл астыға түсеміз. Загрузка болып жатыр. Көрдіңіздер ме? Скорості өте жақсы. Так, астыға қарай түсе береміз. Тағы да бір видеомызды көрейік. Мысалға, менің өзімнің видеомнан көрейік. Google пароль қалай ауыстырады деген видеоны көрейік. 74.000 просмотр жинаған. 2 жыл бұрын салғанмын осы видеоны. Ал Google пароль қалай ауыстырады? Опа, реклама шықты. Так, пропустить. Так, дауысын шығайық. Мен Қуандық Азамат. Бүгінгі видеода мен сіздерге қалай Google көрсететін боламын. Ал сіздер видеоны соңына болды, видео істеп тұр. Ал енді келесі тәсілге кеттік достар. Ал енді екінші тәсілді біз осы жанымда дейтін приложение арқылы алатын боламыз. Тегін интернетті. Жанымда дейтін приложение бұл Mobiline сервисі, интернет, сим-карта. Mobiline, кімде Beeline сим-картасы бар. Осы жанымда дейтін приложение арқылы тегін интернет алуға болады. Мұнда
қазір сіздерге толығымен көрсететін боламын. Ал приложениеге кіреміз. Сіздерде дәл осылай шығатын болады. Әр күн сайын сіздер тегін интернет ала аласыздар. Мүмкіндік бар. Ол үшін сіздер игра на диване дегенді басасыздар. Неге сіздерге кішкене правиласын, призывын көрсетіп кетейін. Онда бізде 500 мегабайт, 1 гигабайт, 5 гигабайт, 10 гигабайт және де 30 гигабайт. Ал тағы да 10 минут және де 30 минутқа дейін ұтып алуға болады. Тегін, бұл 5 күнге жарамды екен. Ал правила бізде осылай. Бізде картаға шығады екен, қазір көреміз. Играть дегені басамыз. Мына жерде таңдап көрейік. Опа. Тағы да ойнайық. Менде 4 жүрек бар. Күн сайын ойналадыңыз. Күн сайын 5 жүректен береді екен да. Так. 3 жүрек қалды. Астында шуатыр көріп тұрсыз ма? Енді орта. Аяқтан шықты енді. Последний көрейік. Қай жерде оқуы мүмкін, қалай ойлайсыздар? Комментария жазып кетіңіздер. Ал мен ортаны басып көрейін. Ал енді тағы да ойнауға бізде 6 сағат 9 минуттан кейін ойналады екенбіз тағы да. Болды, шығамыз. Мінекей призыларды көрейік. Бұл осы жанымда дейді приложениеде. Мен осыдан 2 жыл бұрында түсірген болатынмын. Мобилайн приложениесі арқылы қалай тегін интернет алуға болатын. Менің каналымнан көре аласыздар видеоны. Ең астыңғы, ең бірінші видеом. Сол видеоны көріп кетсеңіздер болады. Онда мен 5 гигабайт, 10 гигабайт, 1 гигабайт, 500 мегабайт да отқан кезім болған. Сол видеоны көріп, лайк басып, өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді комментарияға жазып кетіңіздер. Ал мұнда бізде 500 мегабайтқа дейін, 1 гигабайт және де 500 мегабайт пен 30 гигабайтқа дейін ұтуға болады. Және де 10 минут пен 30 минутқа дейін ұтуға да болады екен. Бұл приложениеде ссылкасын описанияға қалдырып кететін боламын. Описание өтіп, осы 3 приложениені орнатып алсаңыздар, сіздерде 100% тегін интернет пайда болады. Ал сіздермен болған мен Қуандық Азамат. Видео ұнаса лайк басып, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Және де өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді комментарияға жазып кетіңіздер. Және де тағы да келесі видеода қандай видео түсіргенді қалайсыздар, оны да жазып кетіңіздер. Ал келесі видеода кездескенше.